Приговор именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Антимирову исключительную меру наказания, смертную казнь, расстрел с конфискацией принадлежащего ему имущества. Литвинову исключительную меру наказания, смертную казнь, расстрел с конфискацией принадлежащего ему имущества. Жан түршігерлік ұйымдасқан қылмыстық топтар 90-шы жылдардағы құбылыс емес. Бұл бандалардың алғашқысы 80-ші жылдардың ортасында Қазанда пайда болған Тяп-ляп тобы болды. Бұл КСРО-дағы бірінші ұйымдасқан қылмыстық топ. Тяп-ляп бандасының қаскөйлерін пайдаға құштарлық пен зорлық-зомбылыққа құмарлық қана емес, оларды басқа да ұйымдасқан қылмыстық топтардан ерекшелейтін бұрмаланған идеология біріктіреді. 70-ші жылдардың басына қарай Қазан қаласын жергілікті жастар аудандарға бөліп алған болатын. Авиация, Мәскеу, Кировский, Новая Татарская, Слобода. Олардың тұрғындары бөтенге жаулық танытқан. Бөтен ауданға кіріп қалғандарын аяусыз ұрып соғатын. Жәбірленуші мүгедек болып қалған жағдайлар өте жиі болған. Теплоконтроль ауданы өз атауын өз аумағында орналасқан зауыттың құрметіне алды. Оған көршілері жиі шабуыл жасайтын. Жергілікті тұрғындар басқыншыларға мүмкіндігінше қарсы тұрды. Бірақ көбінесе сәтсіз болды, күштер тең болмады. 1973 жылы 24 жастағы Антип лақабатты Сергей Антипов қарақшылық жасаған үшін жазасын өтеп келген соң оралды. Ол бір кездері Фрезерная көшесінде тұрған. 1966 жылы Қазанның басқа ауданы Суконная Слободадан көшіп келген. Сол кездері Сергей бокспен мықтап айналысқанына қарамастан жергілікті бұзақылардан қатты соққыға жығылған. Бір апта бойы аурухана төсегінде жатқан Антипов достарын көшіп келген аймағынан алып шығып, қылмыскерлердің жақтарын сындырып кек алды. Осы әрекетімен ол кейінірек теплоконтрольді басқаратын гопниктердің құрметіне ие болды. Түрмеден оралғаннан кейін көп ұзамай Антипов әкімшілікке 5 қабатты ғимараттың жертөлесінде қандай да бір спорт клубын салу туралы ұсыныспен жүгінді. Жастардың салауатты өмір салтына деген қызығушылығы артып, көше кезіп мақсатсыз жүрудің орнына әркім залда жаттығатынына уәде берді. Жастардың денсаулығын жақсартудың келешегі шенеуніктерге ұнады. Спорт клубының құрылысына рұқсат берді, бірақ қаржылай көмек көрсетпеді. Жертөлені өз бетімен тазалаған Сергей оны қолдан жасалған жабдықтармен жабдықтады. Бұған жергілікті жасөспірімдер де қуанды. Балалар физикалық күштерін арттыру және көрші бұзақылардан кек алуды армандау үшін залға ағылды. Үміткерлерді іріктеуді сол Антипов жүргізді. Әр жолы ол жаңадан келген адамға жақындауға бұйрық беріп, оның бетінен жұдырығымен ұрды. Ол өзінің күшін жаңа адамның өлшеміне қарай есептеді. Ол ересектерді бар күшімен ұрды, бірақ жасөспірімдерді аяды. Егер арызданушы аяғынан тұрып кетсе, ол спорт клубының мүшесі болды. Қалғандары масқара болып қуылды. Теплоконтрольдің бір белгісі болды. Тәжі бар Т және К әріптері. Топ мүшелері барлық айналаға осы эмблеманы салған. Көп ұзамай Антиповтың төңірегінде жақын адамдар тобы құрылды. Олардың біріншісі 1956 жылы туған Завдат Хантимиров болды. Оның лақабаты Джавда болатын. Өршіл және қатыгез жігіт Қазан жастар орталығында электрик болып жұмыс істеді. Бірақ ол жерде сирек, әдетте жалақы күні пайда болды. Джавда Антип сияқты кәсіпқой боксшы болуды армандады және таңғажайып соққыға ие болды. Бірақ ол кәсіпқой боксшы бола алмады. Жекпе-жектерге тән спортты ашудың орнына Хантимировтың бойындағы қарсыластарына деген шынайы өшпенділік сезімі себебінен қарсыласын дұрыс бағалай алмады. Сондықтан рингте жиі қателесті. Джавда спортзалға алғашқылардың бірі болып келді. Антиптің соққысына абыроймен төтеп берді және көп ұзамай ол көпшіліктің арасында ерекшеленді. Оған клуб мүшелерінің арасындағы тәртіп үшін жауапкершілік жүктелді. Оларға темекі шегуге және ішуге қатаң тыйым салынды. Кінәлі болғандарды өлімге дейін ұрып соғатын. Ал қара басын ғана ойлағандарды олар тіпті өлтірді. Теплоконтрольдің айтылмаған заңы ешбір жағдайда өз адамдарыңды ешқашан тастамау. Топтың үшінші жетекшісі Хантимировтың сыныптасы Сергей Скрябин болды. Лақабы Скряба. Ол Қазан педагогикалық институтында оқып, анасының тәрбиесінде болған. Джавдадан айырмашылығы Сергей айлакер тапқыр еді. Ол ақшаға ашкөз болып бай болуды армандайтын. Скряба тәжірибелі самбошы ретінде танымал және кішкентай болса да дұрыс соққымен адамды мүгедек ете алатын. Кейіннен ол қылмыстық топтың миы болды. Сондай-ақ топта өздерінің психологтары да болды. Захар лақабатты Михаил Захарович сертификатталған балалар психиатры. Жауынгерлердің негізгі бөлігі жасөспірімдер болғандықтан Захардың білімі пайдалы болды. Ол мектеп оқушыларына өте шебер болып, Антиптің қол астында кеңесші болды. Көп ұзамай Захаровичтің күшімен қарақшылар қатарында 3-ші сынып оқушылары пайда болды. Ал сәл кейінірек 1-ші сынып оқушылары топ басшыларының барып кел шауыпкелдеріне айналды.
Команда сонымен қатар қырғындардан кейін клуб мүшелерін емдейтін өзіндік хирург маманына да ие болды. 1974 жылы спортшылардың саны 300 адамға жеткенде Антип, Скряба және Джавда қандай биікке ие екендерін түсініп, жастарды пайда күнемдік мақсатта пайдалануға шешім қабылдады. Осы жыл Тяп-ляп ұйымдасқан қылмыстық тобының қалыптасу кезеңі болып саналады. Жергілікті тұрғындар теплоконтроль зауыты жұмысшыларының жұмыс сапасын осылайша сипаттап, олар жақсы жұмыс істемейді деп есептеген. Банданың аты осы Тяп-ляп сөзінен шыққан болу керек. Жақсы дайындалған тяп-ляпшылар жақын маңдағы аудандарда қорқыныш тудырып, қарсыластарына велосипед шынжыры, арматура, лом және атыс қаруымен шабуыл жасады. Қарақшылар сонымен қатар қолдан жасалған бомбаларды қолданды. Ұйымда тіпті өзіндік униформада болды. Көрпеше күрте мен құлақ қапты қалпақ. Оны киген теплоконтрольшілер алыстан көрінетін. Ал шайқастарда мұндай киім көмектесіп тиген соққыларды жұмсартты. Спортшылар әдетте Ява мотоциклдерімен саяхаттаған. Біраз уақыттан кейін тяп-ляпшылар бірнеше аудандарды Горький, Калиновка және Мирныйды бақылауға алды. Олардың жастары Антипов қарақшыларына қосылды. Сәтсіздіктер де болды. Мысалы, Новая Татарская Слобода ауданы теплоконтрольға соңына дейін бағынбады. Ұйымдасқан қылмыстық топтың жетекшілерінің келесі нысаны жергілікті қалталылар болды. Олар негізінен көбінесе заңсыз жоғары табыстармен көзге түскен қазан тұрғындар болатын. Мысалы, базардағы қасапшылар, цеховиктер, алып-сатарлар, тіс дәрігерлері. Ауқатты қала тұрғындары тауарларын теплоконтрольмен бөлісуге асықпады. Дегенмен жаңадан жасалған рекетшілер бағынбаса не болатынын тез түсіндірді. Кейбіреулер үшін қарапайым қорқытулар жеткілікті болды, бірақ келіспегендер аяусыз соққыға жығылды. Жәбірленушілерге салық салу басталғанға дейін банда мүшелері 5-ке бөлінді. Бұны Скряба ойлап тапты. Әрбір бесеуінің үстінде бір басшы болды. Ол қол астындағыларға жоғары тұрған басшыдан алған бұйрықтарын жеткізген. Ал барлық басшыларға Хантимиров қараған. Осылайша Скряба мен Антипов құқық қорғау органдарының шағымдарынан қорғанды. Осыған қарамастан олар бопсалаудан түскен қаражаттың ең үлкен үлесін алды. Қарапайым банда мүшелері аңқаулықпен олардың барлық әрекеттері әділдік үшін істелініп жатқанына сеніп жүрген. Ақшаны арам жолмен тапқандардан алу сауапты іс саналды. Өзін қазандық Робин Гуд сияқты сезінген шестеркалар бар ақшасын бастықтары қымбат мейрамханаларда ысырап етіп, сәнді өмірге жұмсап жатқанын білмей жүрген. 1976 жылы 8 ақпанда тяп-ляпшылар Урицкий атындағы қалалық мәдениет сарайына аяусыз шабуыл ұйымдастырды. Ол жерде дискотекалар болды. Олардан Хантимировтың айтуынша сарай басшылығы қомақты ақша тапқан. Клуб басшылары қорғау туралы ұсынысты қабылдамай тастады. Ал Антипов оларға күш көрсетуге бұйрық берді. Осыдан кейін көп ұзамай арматурамен қаруланған 200 бұзақы мәдени орталыққа қарай жылжыды. Жол бойында телефон дүңгіршектерінің бәрін қиратты. Бұл жолдан өтіп бара жатқандардың еш қайсысы жедел жәрдем немесе милиция шақырмауы үшін жасалды. Қарақшылар барлық кіретін және шығатын жолдарды жауып, кейін дискотека өтіп жатқан 2-ші қабатқа кіріп кеткен. Олар бәрін ұлды да қызды да ұрды. Кейбіреулер құтылу үшін терезеден секіріп кетті. Бірақ оларды көшеде арматура ұстаған содырлар күтіп тұрды. Ондаған жасөспірім жарақат алып, кейбірі өмір бойы мүгедек болып қалды. Бір қызығы, қарақшылар бұл қылмыс үшін жазаланбады. 1977 жылдың қыркүйегінде тяп-ляпшылар алғашқы тапсырыс бойынша кісі өлтіруге әрекеттенді. Осыдан сәл бұрын олар Гришин есімді шыны ыдыс қабылдағышпен қатты қақтығысқа ұшырады. Алдымен қатардағы қарапайым шестеркалар оған бөлісуді талап етті, бірақ ол үзілді-кесілді бас тартты. Қарсылық танытқан қазан азаматын тыныштандыруға Хантимиров өзі барды. Осы уақытқа дейін Джавда жекпе-жектердің бірінде ұсталып сотты болды. Бірақ оған тағайындалған шартты жаза оның жазасыздық сезімін күшейтті. Сонымен қатар мұндай жағдай қол астындағылардың алдында абыройын қосты. Алайда Хантимиров Гришинмен кездесіп үлгермеді. Қорқытушылардан кейін шыны ыдысты қабылдаушы полицияға арызданған. Ляпшылар мұны кешіре алмады. Гришин өзінің Жигули көлігін Бауман көшесінде айдап келе жатқанда, олар оның өміріне бірінші рет қастандық жасаған. Тяп-ляп жауынгерлерінің бірі мотоциклмен көлікті басып озып, есіктің біріне ракетницадан атқылаған. Қорыққан Гришин газды басып, жасырынып кетті. Тяпшылардың бірі алдын ала келісілген сыйақы бар өлтіруге келісім шартқа отырды. Ол ұзақ уақыт бойы жәбірленушіні үйдің жанында қадағалады. Бірақ соңында ол адамды атып түсіре алмады. Осыдан кейін келісім шарт ұйымдасқан қылмыстық топтың басқа мүшелеріне берілді. Болмай қалған киллер оларға бақылау кезінде құрастырған нысан қозғалысының сұлбасын берді. Гришин таңғы сағат 8-дер шамасында кіреберістен шығып жатқанда, қарақшылар оны жолдан тосып алды. Кісі өлтірушілердің бірі оның арқасынан кесілген шолақ мылтықпен атып, ол құлап кетті. Жұмыс бітті деп сенген қылмыскерлер мотоциклдеріне мініп жоғалып кетті. Дегенмен шыны ыдысты қабылдағыш аман қалды. Оны қалың былғарыдан жасалған пальто мен күрте құтқарды. Ауруханадан шыққаннан кейін Гришин асығыс жұмыстан шығып, қаладан белгісіз бағытта жоғалып кетті.
Приволожск аудандық ішкі істер бөлімінің полицейлерінің әрекетсіздігі әлі күнге дейін жұмбақ күйінде қалып отыр. Теплоконтроль сөзсіз олардың бақылауында болды, бірақ олар үнемі жазадан құтылды. Алайда мәдени ошаққа жасалған шабуылдан кейін жағдай бақылаудан шығып бара жатқаны белгілі болды. Төтенше жағдай жоғары басшылыққа хабарланды. Көп ұзамай олар сәттілікке тап болды. Тукаевская көшесіндегі ішімдік сататын бір мекеменің жанында олар мас тяповшы Коля Колесо лақабатты Николай Даншинді ұстады. Бөлімге апарып құзырлы органдармен бірлесіп жұмыс істеуді өтінді. Коля Колесо менсінбей ғана мырс етті. Содан кейін тәртіп сақшылары Даншинге оны дереу спорт клубына Хантимировпен кездесуге апаруға уәде берді. Мас күйінде бастықтың алдына шығу өліммен тең болды. Қарақшы көмектесуге келісті. Алайда Антип сатқындық туралы бірден білді. Ұйымда мұндай кінәрат үшін өлім жазасы тағайындалды. Үкімді орындау ұйымдасқан қылмыстық топтың мүшесі Масла лақабатты Александр Масленцевке тапсырылды. Ол 3 сыбайласын ертіп, Николайды көшеге шығарып темір құбырмен басынан қатты соққы берді. Даншин құлап қалды. Ал Масла мен оның жолдастары оның басына кезек-кезек секіре бастады. Нәтижесінде мәйіттің зақымданғаны сонша, Коля Колесоның туыстары оның кім екенін бірден анықтай алмады. Антип, Скряба және Джава қуанды. Олар бір оқпен 2 құсты өлтіретін жаңа соққы беруді ұйғарды. Біріншіден, Антипов тобына қосылудан бас тартқан қала аудандарының бірінің бүлікшіл тұрғындарын бағындыру. Екіншіден, ақырында барлығы азаматтық адамдарға да, құқықтық қорғау органдарының қызметкерлеріне де қазанда кім бастық екенін айту. Банды топ тарихындағы ең қорқынышты рейдті дайындады. Новотатарская Слобода ауданына қанды рейд. 1978 жылдың тамызында ауданының басты даңғылы Меховщиков көшесінің бойында қатыгездікпен рейд өткізу жоспарланған болатын. Ұйымдастырушы әдеттегідей Хантимиров болды. Антипов пен Скрябин операцияны қадағаламақ болды. Бірақ оларға полицияның алдағы әрекеттен хабардар екендігі және бандамен күресуге дайын екендігі хабарланды. Скряба мен Антип қаланы тастап кетуді жөн көрді. Бірақ тәртіп сақшыларының жоспарлары туралы хабардар болған Жавда соған қарамастан тяп-ляповшыларды басқаруға шешім қабылдады. Топ мүшесі Большой Шура лақабатты Искандер Тазеддинов Хантимировке өз еркімен көмектесті. Ұйымдасқан қылмыстық топтың қарапайым мүшелерінің арасында оның қатыгездігі мен қатал мінезі туралы аңыздар болған. Белгілеген күні 1978 жылдың 29 тамызында жергілікті мектеп аумағында 17 мен 26 жас аралығындағы 200-ге жуық адам жиналды. Көпшілігі арматурамен, ал кейбір жауынгерлер, соның ішінде Хантимиров кесілген шолақ мылтықпен қаруланған. Банда мүшелерінің бірі 24 жастағы Ильдар Каюмов парабеллумды ұстап алған болатын. Жавданың ешкімді аямаңдар, әйелдерді, балаларды, қарттарды сабаңдар деген қысқаша нұсқауын тыңдаған соң қарақшылар шабуылға кірісті. Олардың жолын бірінші болып кесіп өткен жас жігіт арматураның күшті соққысынан бірден құлады. Дәрігерлер оны өлімнен әрең алып шықты. Сосын қаскөйлер қасынан өтіп бара жатқан мотоциклшілерге кесілген шолақ мылтықпен оқ жаудырған. Олар өтіп үлгерді, бірақ оқ көшенің арғы жағындағы тұрған тяп-ляп мүшесіне тиді. Қарақшылардың келесі нысанасы үлкенірек болды. Олар автобусқа оқ жаудырды. Олардан жолаушылар үрейлене ағылды. Олардың барлығында шүгіріп шыққан қарақшылар соққыға жыққан. Сұмырайлар жүкті әйелді де аямады. Басынан арматурамен ұрды. Осы кезде оқиға орнына 3 полицей келді. Тәртіп сақшыларының бірі басынан жарақат алды. 74 жастағы Абдулбари Закиров туған ауданын қорғауға асықты. Қолында парабеллум бар Каюмов оқ жаудырды. Аты аңызға айналған Қазан тұрғыны алған жарақатынан сол жерде көз жұмды. Ондаған жаралыларды көшеде қалдырған қарақшылар өздерінің өлім жазасына қол қойғандарына назар аудармай өз аймағына кетті. Мұндай арсыздыққа шыдау мүмкін емес еді. Полиция теплоконтрольға соғыс жариялады. Кенет МВД басшыларының көзі де шайдай ашылды. Иә, банда бар, одан құтылу керек деп мойындады. Жергілікті полиция бөлімшесінің басшылары орындарынан алынды. Ұстау басталды. Көп ұзамай Антип, Скряба, Жавда, Захар, Шура Большой және тяп-ляптың басқа басты мүшелері темір тордың ар жағында қалды. Көптеген шестеркаларда ұсталды. Жауап алу кезінде олар қыңырлықпен үндемеді. Содан кейін тергеушілер қулыққа барды. Олар өздері пір тұтқан Завдат Хантимиров тергеу изоляторының ғимаратында өз-өзіне қол жұмсады деп айтты. Мұндай хабардан есеңгіреп қалған қарақшылар бірден өз қылмыстарын сипаттап, Жавданың қандай рөл атқарғанын айта бастады. Тергеушілер тяп-ляпшылардың 200 қылмысқа, ұрлық, тонау, кісі өлтіру және зорлау әрекеттеріне қатыстылығын дәлелдей алды. Дәлелдемелерді жинаудың жолы қиын болды. Күдікті адамдар қылмыстық істерді жабу үшін сол уақытта қомақты ақша 1000-2000 рубль ұсынып тергеушілермен келісуге тырысты. Сосын олар еріксіз тергеушілерді қорқыта бастады. Үйлеріне телефон соғып, балаларынан әкелеріне отбасымен сойып жіберетінін айтуды өтінді. Қорқытатын анонимді хаттар жіберді. Трамвайдың астына итебі жібермек болды. Үлкен қиындықпен тергеу ісі аяқталды.
Полиция қызметкерлері мен прокурорлардың күш салуымен 30 томды құраған қылмыстық істі сотқа жеткізуге мүмкіндік туды. Тяп-ляп ұйымдасқан қылмыстық тобының мүшелерін тікелей тергеу изоляторының ғимаратында соттау ұйғарылды. Тәртіп сақшылары сыбайластары сотқа бара жатқанда олармен төбелесіп кетуі мүмкін деп қорықты. Антипов өзіне тағылған күдікке ашуланып, аяқ киімін прокурорға лақтырды. Көптің ішінде Хантимиров менсінбей үнсіз отырды. Ол әлі де өзінің жазасыздығына сенді. Прокурор одан алған жалғыз нәрсе мұның бәрін неге жасады деген сұраққа жауап болды. Өмір сүру қызықсыз болатын деп жавды жауап ретінде күлді. Хантимировке үкім өлім жазасы, ату жазасына кесілді. Тазетдинов, Масленцев және Каюмовқа да осындай үкім шығарылды. 30 ләпші түрмеге қамалды. Скрябин мен Антип те жазадан құтылмады. Алайда жазалары қылмыстарына сәйкес келмейтін болды. Екеуі де 15 жыл алды. Скрябиннің 5 адамнан тұратын топпен идеясы жұмыс істеді. Қарапайым сарбаздар Скрябин мен Антиповтың қылмысқа қатысқаны туралы білмеді. Тергеуге көмектесе алатын жалғыз Хантимиров болды, бірақ ол тілін жұтып алғандай үндемеді. Тіпті психологиялық әдіс көмектеспеді. Жавданың анасы өлім камерасына келіп, ұлын сыбайластарын тапсыруға көндіруге тырысты. Оның есесіне ол жазаны бас бостандығынан айыру жазасына ауыстыруға уәде берілді. Хантимиров анасын көргенде көзіне жас алды, бірақ дегенінде тұра берді. Мен ештеңені білмеймін, мен ештеңе түсінбеймін деп тұрып алды. Көп ұзамай Тазетдинов екеуі оққа ұшты. Ал Скрябин мен Антипов жазасын өтегеннен кейін босатылды. Тәртіп сақшылары оларды бостандықта күтіп тұрды. Олар қарақшыларға Қазаннан тезірек кетуге қатаң кеңес берді. Жаңа уақыт келгенін және бұрынғы билігін қалпына келтіру әрекеті оның өмірінің қиюы мүмкін екенін жақсы түсінген Антип мойын сұнды. Оның ізі ақыры Мәскеу облысында жоғалып кетті. Ол үйленіп әйелінің фамилиясын алды. Бірақ Скрябин бұл өтінішке құлақ аспай, жақсы өмір үшін күресуге бел буды. Ол кісі өлтірушілер синдикатын ұйымдастырып, беделді авторитеттерге өз қызметін ұсынған деген қауесет тарады. Бірақ Скрябин ұзаққа бармады. 1991 жылы оны үйінің жанында атып өлтірді.